Қадірменді тыңдарман, ғибрат әлемі арнасына қош келдіңіз. Арнамызда апта сайын ғибратты әңгімелер, ой салатын даналыққа толы жаңа оқиғалар баяндалады. Арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Біздің ғибратты әңгімелеріміз сіздерге пайдалы әрі қызықты болады деп сенеміз. Бүгінгі ұсынып отырған әңгімемізде Төле би Қазыбек бидің ауылына ат басын бұрып ордасына келеді. Алайда Қазыбек би келген қонақтарды өзі шығып қарсы алмағандықтан Төле би үйіне кірмей жолдастарымен кері қайтады. Екі бидің арасын жарастыру үшін Қазыбек бидің ұлы Жолжақсы амалын тауып Төле биге 3 сұрақ қояды. Сөйтіп екеуін татуластырады. Әңгіме Төле бидің сөзге тоқтауы жөнінде баяндалады. Ғибратты әңгімемді бастайын. Жаздың ел жайлауға шыққан күндерінің бірінде арқадағы құдаларына барып қонақшылап келе жатқан Төле би қайтар жолда Қазыбек бидің ауылына ат басын бұрады. Жанындағы жолдастарымен үлкен би Қазыбектің ордасына келіп сөйлес қылғанда, ауылдас ағайынның дауына билік айтып отырған Қазыбек біреуің шығып жолаушының жөнін біліңдер дей қоймайды. Сыныққа сылтау іздеп жүрген қыңыр би көп күтсін бе, атының басын бұрып алып жөніне жүре беріпті. Сәлден соң билік сөзін байлап болған Қазыбек қызметшілерінің біріне: «Жаңағы жолаушы кім болды екен? Сыртқа шығып білші», дейді. Бұл кезде Төле би атын жай бастырып, ауылдан дауыс жетерлік жер ғана ұзап кеткен екен. Бидің қызметшілерінің бірі белдеуге байлаулы тұрған аттардың біріне міне салып, қуып жетіп, Төле биді таниды да алдынан шығып атынан түсе салып сәлем береді де: «Төле би ата, біздің үйге ордаға жүріңіз», деп шылбырына жармасады. «Жоқ, біздің жолымыз алыс, біз барған жерімізге қайтып барып жүре алмаймыз», деп атын тебініп қалады да Төле би жолдастарына: «Ал кеттік», деп жүре береді. Қызметші ордаға қайтып келгенде Қазыбек жігітін сөйлетпей-ақ: «Біліп едім Төленің бұрылмасын, бізден қателік болды. Бергі ауылдардың біреуі ме деп қапы қалғаным-ай. Ол екі айтпайтын, айтқанынан қайтпайтын Төле ғой. Енді ол менің бұл қылығымды кез келген жерде бетіме басады-ау», деп шын қынжылып өкініп қалады. «Өзіңіз бармасаңыз, ол қиқар шал бізді кісі құрлы көретін емес», дейді жаңағы жігіт. «Айттым ғой, ол енді менің өзіме де қайырылмайды», дейді Қазыбек. Әкесінің тізесіне басын сүйеп, барлық әңгімені үнсіз тыңдап жатқан 8 жасар Жолжақсы бала үй ішіндегілер бір сәт дағдарып қалғанда басын көтеріп алып: «Осы үйдегі атамның асау алатайын дәл қазір ұстап ерттеп беріңдерші, мен ол қисық шалды алдыма салып сатырлатып қуып әкелейін», дейді. «Қой қарағым, ол сенің қолыңнан келмейді, атаң өзім барсам да Төле қайырылмас деп отыр ғой», дейді үлкендердің бірі. «Иә, солай, төкең айтқан бетінен қайтпайтын қатал адам ғой», деседі үй ішіндегілер. «Бала барамын деп болмайды». Манадан бері еңсесі түсіп, екі иығы салбырап кеткен Қазыбек бала сөзіне селк етіп: «Баланың бетін қақпаңдар, барыңдар да қалаған тайын ұстап беріңдер», дейді. Ала тартқан алатайдың басын Төле би кеткен жаққа бағыттаған бала сай-сайды өрлеп, қырат-қырлардың тасасымен алатайын құйғытып келіп, Төле би тобының қарсы алдынан шыға келеді. Ұлы бидің алдына тақап келіп, тізгін тартқан бала сәлем берген соң: «Мен мына ауылдың қозы баққан баласы едім. Құрып қойған қақпандарымды қарап жүргенімде айырылып қалдым. Жол жөнекей көзіңізге қозы түскен жоқ па, ата?» дейді. Көрмей қалдым ба дегендей жан-жағына мойнын соза бір қарап алған Төле би: «Қарағым, бізге қозылар кездескен жоқ», деді тізгінін жинап жүруге ыңғайланып. «Ата, осы сіз Төле би атам емессіз бе?» дейді бала тайын тебіне түсіп жақындап. «Болсақ болармыз», дейді Төле би. «Қозысы құрысын, кешке дейін бір тауып алармын, сіз кездесе қалсаңыз сұрап алармын деп жүрген 3 сұрағым бар еді. Сұрасам жауап бересіз бе?» дейді бала. «Сұрай ғой», дейді би. «Бірінші сұрағым ағайын арасының аласы туралы. Ағайын адамдар араздасып, бір-біріне ренжісіп жүреді. Олардың өкпесі немен тарайды?» дейді. «Дұрыс айтасың балам, ағайын арасында араздық болып тұрады. Өзің күнде көріп жүрген ауылыңды алайық. Ауылыңда адамдардың пейілі кең, дастарқаны мол, сабасы қымызға иіндеп тұратын бір үй болады.
Сол үйге қымыз іше, сен де барасың, мен де барамын. Сөйтіп жүріп тіл табысып, татуласып кеткендерін адамдардың өздері де білмей қалады, дейді Төле. Екінші сұрағым, ерлі-байлылардың араздасып барып татуласуы еді, дейді бала. Балам, бұл сұрақтың жауабын үйлі баранды болғанда өмірдің өзі береді. Тақа білгің келіп бара жатса айтайын, ерлі-зайыптылардың араздығы бір жұмадан аспайды, өкпелері төсекпен тарайды, дейді би. Енді үшінші сұрағымды тыңдаңыз ата, дейді бала. Аға мен іні біріне-бірі өкпелеп араздасып қалады ғой, солардың өкпесі немен тарқайды, дейді бала астындағы тайын тебініп, Төлеге жақындай түсіп. Олар да араздасып тұрады, бірақ аға бордан, іні зордан болады. Бордың атасы тас, анасы құм, тас мүжіледі, құм үгіледі. Іні кесірлі болса да аға кешірімді болуы керек, дейді Төле би. Талайды сөзбен табанына таптаған тәкаппар би, түстің бе қақпаныма, менің де естейін дегенім осы сөз еді. Жаңа ғана ініңнен бір білместік болып еді, соны кешірмей жоныңды сыртқа салып кетіп бара жатырсың, бұр атыңның басын, деп бала Төле бидің атының шылбырынан шап беріп ұстай қалады. Сен жеңдің, мен жеңілдім, шылбырымды қоя бер, жетексіз жүріп отырайын, дейді би атасы. Олай болса менің бір шартым бар ата, дейді бала. Оныңды да тыңдайық, дейді би. Бастығы би атамның өзі болып сіз қайрылмай өкпелеп кетті деп сандарын соғып қалғанда, мен қазір ол шалды алдыма салып сатырлатып қуып әкелейін деген едім. Алдыма түсіп шауып отырсаңыз, мен соңыңыздан түсіп қуып отырайын, дейді бала. Ол тілегіңде болсын, алдыңа түсіп шауып отырайын, қуып отыратын сен ғой, атымды ұрсаң ұр, өзімді ұрма, дейді Төле би. Содан Алатайға мінген бала атағы алты алашқа белгілі биді алдына салып, ендігәрі ініңе өкпелеп, ақ орданы аттап кетесің бе, түс деген соң түс, Қазбек атамның ордасына, деп айғай салып келе жатады. Мұны естіген үйдегілер қаз дауысты Қазбек бидің өзі бастап, далаға шығып, Төле биге құшақтарын жайып, аттан түсіріп алыпты. Қазбек балаға риза болып, бұдан былай сенің атың Төле биді сөзден тоқтатып, аттан түсірген тапқыр бала болсын, деп бата беріпті.